Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, менің каналыма жаңадан қосылып жатқан оқырмандар. Бүгін сіздермен Flippity деп аталатын сервиспен танысатын боламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде негізінен тізіммен жұмыс жасаймыз, яғни оқушылардың тізімі немесе қандай да бір өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге қарай тапсырманы жаңағы тапсырмада берілетін бір белгілі бір тізімдермен осындай түрлі карточкалар, викториналар, жаңағыда рандомды түрде таңдау деген сияқты осындай түрлі интерактивті тапсырмаларды жасауға арналған flippity.net деген сайтпен танысатын боламыз, сервиспен деп айтуға болады. Бұл сервисті табу үшін сіздер ең алдымен Google-ға Flippity деп жазасыздар. Яғни запрос беріп, және де сол жерден сізге запросыңызға қарай нәтижелер шығатын болады. Ең бірінші шыққан нәтиже, яғни осы Flippity деп аталатын сайтқа сілтеме болады. Олай болса, Google-ға flippity.net деп жазайық. Тіпті Flippity деп жазсаңыздар, ары қарай ол осы нәтижені шығарып береді. Мінекей. Flashcards and other resource for education. Бір рет шертеміз де осы сілтемеге өтеміз. Бұл жерде өздеріңіз байқағаныңыздай маған орысшаға аударып берді Google. Егер де сізде аударылмаған болса, оң жақ батырманы кез келген жерден басып, перевести на русский, на казахский деп ауыстырып алсаңыздар болады. Енді біз бұл жерде не істей аламыз? Енді бұның барлығын көрсетуге біраз уақыт кетеді, сондықтан да мен арасынан бір-екеуін көрсетіп өтейін. Енді өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге қарай, мына жерде өзінің атауларына қарасаңыздар, байқауға болады, енді өздеріңізге керекті дегенін ала аласыздар. Мысалы, выбор случайного имени, осы барабан спиннер көп қолданылады. Өйткені жалпы бұл Flippity платформасының шыққанына біраз уақыт болды. Бірақ дегенмен де арасында көп қолданылмайтын қызықты дүниелерді әлі де тауып қолдануға болады. Выбор случайного имени, яғни спиннерді қарайтын болсақ, мінекей демонстрационный деген түрін таңдап көрейік. Осы жерде мінекей қараңыздар. Бірінші бізде спиннер тұр. Егер бізге қандай да бір случайно атты таңдау керек болса, осы спиннерді басамыз. Барабанды былай шыққан кезде. Мысалы, Кэтрин деген атты таңдадық. Сол сияқты, мысалы, белгілі бір тақырыптарды таңдау керек болса, қала аттарын таңдау керек болса, немесе өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге қарай, фантазияларыңызға қарай, қандай да бір тапсырма берген кезде осы спиннерді қолдануға болады екен. Және де бұл жердегі аттаулардың барлығын біз өзіміздің жаңағы атауларымызды бере аламыз, қазақша болсын, орысша болсын. Сонымен қатар, бұл жерде тағы не істеуге болады? Бұл жерде тағы да топтарға бөлуге болады осы тізімді. Группа по 2 человека, яғни 2 оқушыдан бөлсеңіз болады, 3 оқушыдан бөлсеңіз болады, 4 оқушыдан, 5 оқушыдан деген сияқты. Яғни компьютер сіздің берген тізіміңізді рандомды түрде, автоматты түрде өзі бөліп береді. Мына баланы қайда отырғызам деп ойланудың қажеті жоқ. Барлығын, не болмаса бір тренинг өткізіп жатсаңыз, сол тренингке қатысушылардың тізімін қоя салсаңыз болғаны, және де осы жерден осылай өзгертіп береді. Командаларға бөлуге болады, мысалы 2 командаға, 3 командаға, 4 командаға, 5 командаға, топтық жұмыстар жасайтын кезде осылай бөліп, егер де мысалы мынау топ дұрыс құрылмай қалған болса, мысалы үшін, мысалы ер оқушылар, немесе ұл балалар, қыз балалар деген сияқты бір топқа жиналып қалса деген сияқты сондай бір жағдайлар болып, аралас болу қажет болса, мысалы біз қайтадан списокті жаңартып жіберсек, ол қайтадан осылай өзгертіп береді бізге компьютер. Сосын мысалы бір рассадка жасау керек болатын болса, тоже осы жерде былай бізге компьютер жасап береді. Біз қажеттілігімізге қарай жаңағы
мысалы 4 қатарға отырғызам, немесе 5 қатарға отырғызам, 3 қатарға отырғызам деген сияқты осылай жаңағы реттеп алсақ та болады екен. Енді мына жерде более деген батырманы басу арқылы біз жаңағы тізімді өзгерте аламыз. Мысалы күнделік кезеттен егер де оқушылардың тізімі болатын болса, немесе тағы да бір сіздің тренингіңізге қатысатын қатысушылар болатын болса, сол тізімді біз алып өзіміз өзгертіп қоя аламыз. Ол адамдардың аттары болуы мүмкін. Немесе бір егер спиннерді белгілі бір атауды таңдау қажет болатын болса, жаңа қала атауларын, немесе мысалы мен түрлі сервистердің атауларын қойып отырмын. Мінекей осылай применять деген батырманы басып, жаңағы үнсіз келісіммен басында берілген ағылшынша тізімді біз деген осылай ауыстырдық. Енді мен осы жерден келесі видеоға қай сервисті түсіндірсем екен деген егер менде сұрақ туындайды, мысалы үшін, соның ішінде маған спиннер келесі сабақта PowerPoint Base деген платформа сервис туралы айтатын боламын деген сияқты осылай әртүрлі мақсатта қолдансаңыздар болады екен. Яғни бұл бізде берілген спиннер. Қолданылуы өте қарапайым, жасалуы да өте қарапайым. Жалпы сіздерге керек болады деп ойлаймын. Және де тағы да мына жерде маған ұнағаны облако слов, яғни жаңағы сөздерден құралған осындай бұлттар. Бұл да бір осыдан бір жыл, 2 жыл бұрын трендте өте көп болды. Енді қазірде көп жағдайларда қолданылып жатады. Мысалы, бұл жерде тізімді біз өзгерте аламыз. Және де бұл облаканың жаңағы бізге көрінуін де жаңағы өзіміз ретте аламыз. Бізге қалай көріну керек. Бұл жерде тоже тізім беріледі, қандай сөздерден құрастырылатын бұлт екені. Мысалы, мен жаңағы өзімнің сүйікті сервистерімнің тізімін қоямын, генерировать деймін. Және де, яғни маған осындай облако тегов жасап береді. Тегтердің бұлттары осылай аударылады. Енді бұл жерде маған көрінуін, мысалы, горизонтально, вертикально деп таңдауға болады. Горизонтально, вертикально, диагонально, потом тек қана диагональ түрде осылай қоюға болады. Дикий, яғни рандомна, әрқайсысы сөздер әр жақта нетіп жатады, шашыраңқы болып жатады. Сол сияқты әртүрлі, мысалы, мынандай түсте деген сияқты өзіңіздің стиліңізге байланысты, қолданып жатқан түстер гаммасына байланысты сіз өзіңіз тіпті түстерді де, шрифттарды да, жазылып жатқан сөздердің жаңағы шрифттарын да осылай түрлі қылып жаңағы жазып қолдансаңыз болады екен. Бұл да бір өзінше бір ерекше жаңағы презентацияңызға сабақ барысында бір ерекше бір көзге түсетін дүние болады деп ойлаймын. Олай болса, құрметті ұстаздар, енді мен бүгін осы Flippity платформасы бойынша осы екі сервиске, екі элементіне, ойын элементтеріне тоқталып кеттім. Тағы да алда қызықты карточкаларға видео түсіретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк қойып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Әріптестеріңізбен бөлісіп отырыңыздар.